Өзіңізде неше түрлі кітаптарды оқып, әлемдік осы саладағы інжу жауһарлармен танысып жүрсіз ғой. Харакетті оқып, қандай ой түйдіңіз? Мен тренингтен қалмайтын адамын. Әлемнің қандай бағалы тұратын тренингтеріне жарты әлемді аралап жүріп қатыстым десем өтірік айтпаған болармын. Және әрбір тренинг Кийосакидан бастап Стивен Кови бар, басқасы бар. $1000-дан одан да жоғары долларлар төлеп қатыстық. $5000 дейін қатыстық, 10 да бар. Бірақ іштей бір гәп жүретін, олардың айтқан сөздері қанша ғұлама ұлы болғанменен біздің де бір қайнар көзіміз болу керек еді ғой. Бұл қайда жатыр екен деп мені осы бір ой қатты мазалайтын еді. Мына Омакеңмен кездесіп, харакетін тыңдаған кезде кітап шықпай жатып, бір жарық сәуле пайда болғандай болды. Жоғалғанымды тауып, өлгенім тірілгендей болды. Өйткені бүкіл әлемнің тренинговый мәдениетін қарай, сарайлай, оларды сараптан өткізе жүріп, мына дүниені қараған кезде біздің түп тамырымыздағы үлкен қайнар көздің жатқандығы маған үлкен рух берді. Бір нәрсені түсіну керек. Егер де сіз тұщы суда өмір сүретін шортанды тұзды суға сала беретін болсаңыз, керемет мұхит деп. Ол жерде өмір сүре алмайды, қанша ұшаң қиыр болғанменен. Ал тұзды мұхитта, теңізде жүзетін балықты тұщы суға қанша мөлдір болса да салғаныңызбенен ол жерде ешқашанда өмір сүре алмайды. Егер де бейнелеп айтатын болсақ, біздің қанша бағалы болса да Европадан, Америкадан алатын тренинговый білім біздің мынау қайнар көзімізге жетпейді. Ілесе алмайды. Ең негізгі біздің түп тамырымыз осында. Жалпы мен көптеген тренингтерге қатыса отырып, өзімізде тренинг жүргіземіз. Біздің елдің азаматтарымен кездескенде менің бір байқайтыным, біздің елдің азаматтарында үлкен бір жігерінің жасығандығы, өзінің бойындағы сенімсіздік пен күмәннің көп екендігін байқатады. Ал күмән мен сенімсіздік бұл құлдық психологияның қалдықтары. Сондықтан да сол қалдықтан құтылатын кез келді. Мына жігерленетін кез келді. Егер де халық, ел жігерленіп, өзінің бойындағы бар қасиетін ашуға мүмкіндігі бар екендігін, оған біздің ата-аналарымыздың салып кеткен жолының, көрсетіп кеткен өнегелі өмірінің бізге рух беретіндігін білген жағдайда, яғни тамырымызбенен тіке қайнасып байланысқан жағдайда, біздің елдің азаматтарынан да ол Кийосакиді 10 орайтын, Брайан Трейсиді 100 орайтын азаматтардың туатындығы о бесенеден белгілі дүние. Бүгінгі өзіңіз мән беріп, ойланып, бажайлап қарап отыратын болсаңыз, екі нәрсеге қатты көңіл бөлу керек сияқты біздің көрермендер. Бірінші кезекте жалпы азаматты тәрбиелейтін, тұлғалы елдің еркегін, ұлын тәрбиелейтін бұл ана мектебі екендігі бүгін дәлелденіп отыр. Көп көрермен мүмкін дұрыс түсінбей қалып жатыр. Мал табуды бір ескінің шарқыншағы анау қоймен немесе сиырмен теңеп жатыр. Негізі Омекең айтпай кетті. Мал сөзі, бұның астары жағы бұл капитал деген сөз. Бұл байлық, ақша, доллар деген сөз. Өзбек пұл дейді. Ол бұл деген сөз. Яғни материал, товар деген сөз. Өзінің сөз айналымында сөйтіп айтады. Мына капиталды. Ал қазақ бірінші ұғымында мал деген сөзді қолдануы, яғни байлық табу, табыс табу, еңбек ету, ақша табу, пұл табу деген сөзге келеді. Енді мынандай бір қызықты қараңыз. Ондай табыс табуға баратын адамның бойында қуат болу керек. Ал қуатты жандандыратын бұл сенім. Яғни көзсіз сенім. Ал көзсіз сенімге алып келетін, сенімді ұялататын адамға бұл көңілдің көтеріңкі болуы. Жаңа Кенже батырдың жүзін қараңызшы. Мінекей қанша уақыт болды, әлі жүзінен күлкі кеткен жоқ. Жүзі балбұл жайнаған адам. Жүзі балбұл жайнаған адамға маңдай жарқырады деген осы. Қыз да ғашық болады, байлық та бұндай адамға тартылады, және табыс та осындай адамның артынан келеді. Ұнжырғасы түскен, көңілі пәс, жігері жасыған адамның артынан қыз да, байлық та, табыс та ермейді. Осыны білуіміз керек.